Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дастарханның көркін ашатын осындай мерекелік салаттардың бірі паччубаны ұсынғым келіп отыр. Алдымен қызылша сәбіз, картошка, жұмыртқамызды суда қайнатып, пісіріп алып, суытып, сыртын ашамыз. Және де менде арнайы қалып болмағандықтан майонездің шелегінің осындай түбін кесіп тастап, осылай өзіме қалып жасап алдым. Енді осы қалыпқа жинайтын боламыз. Алдымен картошкамызды чөркіден өткізіп, бір кеукетіп жайып аламыз. Чөркіден өткізіп, шанышқының көмегімен осылай жайып алып, бетінен майонез себеміз. Майонезімізді жағып шығамыз. Арасына шым-шым тұз да болады. Және де селедка балық менде. Селедка балықты тазалап, сүйегінен ажыратып, осылай майдалап турап алдым, кубиктап. Оны да осылай бір кеукетіп жайып салып шығамыз. Шамалы қатты баспай, осылай жайып алып, бұның да бетіне майонез жағып шығамыз. Ендігі келесі кезекте сәбізімізді осылай чөркіден өткізіп аламыз. Burada барлығы бір порцияға, осы бір тарелке шығады менде. Бір порцияға қанша кеткесін описание бөліміне жазып кетемін. Шанышқының көмегімен сәбізімізді де осылай аздап басып, жайып шығамыз. Бұның да бетіне майонезімізді жағамыз. Майонезден кейін жұмыртқамызды да осылайнан сарысынан ажыратып алдым мен. Сарысымен бірге қоссаңыздар да болады. Сарысын мен бетіне қосамын. Жұмыртқаның ағын чөркіден өткізсеңіздер де болады. Мен қолыммен ұзынша солон көтіп турап алдым. Осылайнан турап бетіне бұны да жайып саламыз. Және жұмыртқаның бетіне де майонезімізді жағамыз. Ендігі кезекте қызылшамызды да осылай чөркіден өткізіп жинаймыз. Қызылшамызды да өткізіп алдық. Аз-аздап басып, бұны да жайып шығамыз. Қызылшаның да бетіне майонезімізді жағып, келесі кезекте бетіне жұмыртқаның сарысын өткіземіз. Кез келген чөркінің бетінде
арнайы жұмыртқа өткізетін жері болады. Өздеріңіз білесіздер. Осыдан жұмыртқамызды да өткізіп, шанышқының көмегімен біркелкетіп жайып шығамыз. Осымен салатымыз дайын болып қалды. Осыны берсеңіздер болады. Тәрелкеміздің де жан-жағын сүртіп тазалап алып, қалыптан шығарамыз. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып, каналымды дамуына үлес қосуларыңызды сұранамыз. Сіздерден міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.